Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін оразаның соңғы күні. Ертең бізде концерт, Құдай қаласа. Сол концерттің алдында сіздермен жүздесіп, сұрақтарыңызға жауап беріп көрейін деп эфирге шығып жатырмыз. Алла қаласа, кеше шамалы ауырып қалдым. Өткенде біреу жазыпты комментарийда. Сіздағы ауыра береді екенсіз деп. Негізі ауырғаннан ұнамайды өзіме. Тамағым ысып кеткен ғой кеше. Содан бүгін жазылып жатырмын. Бейбарыс деген жігіт осы тұрғанда қоштасып кетіп бара жатыр деп эфирге кіруге көндіре алмадым. Гитарада жоқ екен, жарайды бара бер деп. Бір амандасып кетпедім бе эфирге келіп? Келіңіз енді, бір амандасып кетіңіз, біздің эфирға бір амандасып кетсеңізші. Тым құрығанда. Тым құрығанда. Армысыздар, ассалаумағалейкум. Баршаңызға кеш қайырлы болсын. Бүгінгі менің аяулы да ардақты анашымның эфиріне қош келіпсіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Аман жүріңіздер. Сәлем бердім. Ой, малайсың. Ой, жарайсың деп. Ақталар үміттің барлығы атты әнге сізбен түсті ма деп Бейбарыс. Ол жағы құпия деп айтайын ба? Ол жағы құпия. Ассалаумағалейкум. Дауысыма күмән болып тұр кішкене. Жеңілмеу ойданық уақытпен жарысып, намыстан қайралып, арманмен алысып, ызадан тұз шайнап, тамсанса тәтті жеп, қырсықса құзды ойнап, жарқ етер сәттілеп. Түйсікпен тілдесіп, сөздікпай жоқ деген, лапылдап күн кешіп өшеме от деген, адалдық сөнбейді, жолдар бар бітпеген, арқына көнбейді, аманат жүк деген. Құдай қаласа 17 мамыр осы кітаптың тұсаукесері өтеді. Қазақстан жазушылар одағында. Сол 2 рет өткізбеймін деп кейінге шегеріп едім, енді 3-шісінде ұят шығар деп ойлап тұрмын. Өз балаңнан ақтан деген не сөз, түсінбедім. Амансыздар ма? Кейінгі кіріп жатқан әлеумет баршаңызға сәлем бердік. Бар болу жүрекке жарық құятынын, жанардың жасында тыятынын, жалғыз ақтар кеске сиятынын білмеппін. Жоқ болу енді жұбата алмайтынын, еркіндікті ұната алмайтынын, еңсемдезіп құлата алмайтынын білмеппін. Бар болу азат қадамдар сыйлайтынын, азапта малдарға қимайтынын, ақыл пайымға кейде сыймайтынын білмеппін. Жоқ болу үрдістердің көп қирайтынын, үдеден шыға алмай қинайтынын, үмітсіздікпен үрейді жинайтынын білмеппін. Бар болса талаптарды тыңдататындай, тілекті түгел жырлататындай, тостырмай тосын үн қататындай сөз көпті. Жоқ болса мүлдезге күн кешетініме, мұң шермен де тілдесетініме, мың мәрте дейіп бір кешетініме көз жетті. Атасы сыр елінде туып өскен қызыңның әже көрген әдебі бар.
арғатам әзірет әлі қорасан бақ бертінде майлы қожа мәделі бар. Бабаларым құрметтеп өткен елім, әй қазаққа ортақ қыздың сәлемін ал. Жолымды Алла берсе сара қылып, сөйлейін бір құдайды пана қылып. Шалора бетегіне алған екен ат емес, адам затқа бала қылып. Перзентті еркелетіп өсіргейсің, болмайды жасық болса балаң ұлып. Салайын әл қожаның мақамы, әй танытып дархан мінезі дарағылы. Мәпелеп мен өсірген мақтаралым қазағым, мен өзіңмен мақтанамын. Топырағыңнан дарыған қасиетіңмен толтырам сазғы өмірдің ақ парағын. Қазыналы қарттардан айналайын қолдаған бір қызының мақталабын. Өздеріңдей жанашыр жұртымдарға әй әулей берер мәңгі мақпал әнім. Айдалатын сияқтымын деп па? Я барс, айтып тұрмын ғой, я? Кеттің ба? Жақсы жаным, рахмет. Жақсы болды ғой жанапке, ауырып жатқанда әніңізді тыңдап көңілім көтеріліп қалатын болды ғой. Дария, ауырып қалдыңыз ба? Қазір бір вирус бар екен, я, жалпы. Мен қызым ауырып жатқан. Соған қарайым деп, кеше өзімде мазам болмай қалды. Бүгін шүкір Аллаға. Бүгін жақсы болды. Жақсы болып кетуім керек. Өйткені ертең концерт бізде шығыс сапары алда, Құдай қаласа. Мен Марқакөлден дейді. Марқакөлмен біз құдамыз, амансыз ба Асия? Қалыңыз қалай Роза апай дейді. Әлімғожина. Жақсы. Мен жолдасым 80 жылы. Неге айтыңыз әпке дейді. Әнді ма? Я жаңағы қорқақтап отқам ғой, ән айтамай. Бүгін өлең оқып, сіздерге не дейді? Сіздермен сырласайын деп шыққам ғой. Жаңа ән қашан дейді. Жаңа ән Құдай қаласа саз жүрегім, әз жүрегім шынаға деген ән жаздым. Құдай қаласа жарық көреді енді. Бұл кеше ғана 29 сәуірде Шынберген Сүлейменов өзінің туған жерінде концерт берді. Соның құрметіне ағама қолдау болсын деп жазған әнім. Мен сені сүйемін өмір дейді. Қазір көреміз. Хәлім жақсы. Рахмет Ділшат, Қарағандағы бізден сәлем. Рамазан дейді. Рахмет Венера. Жаңбыр әні ма? Кезінде даусың сақылдап тұрады. Баса беріңіз, алға қарай ептеп. Ой, рахмет Мербек. Дала тұман, қала тұман. Қайт сосын. Сағатынан. Қала тұрам. Жаңбыр әні. Көптен бері айтпаппын жаңбыр әнін. Сандық кеуде сырқырап сыр батпаннан, жанайдына кімдер бар құрғап қалған. Топыраққа топ ете қаламыз-ау ақ жеріне кірпігін бір қаққаннан. Болдым балып жалғаннан аласымды, өзім жан жасамыз танасымды. Сазды кеуде сарнат солабызды баз біреуге ақтарып барасылды. Қайтсын менің әлдегім бұл мұңымды, түн кірмеген күн түрмек түндігімді. Өлеңімнен шер қонған таныр мысың, өтірікке
жем болған шындығында. Рахмет, Мамбетова Райхан, тілегіңізге домбырамен ән айтыңызшы дейді. Рахмет. Бір ән айтыңызшы дейді. Ән айтшы, тыңдайық, көңіл көтеріп дейді Бану. Ой, біля, дейма. Люблю дейді. Қандай кітап дейді. Керағыс деген кітап. Жақында шыққан, 8 наурызда жарық көрді. Алаш туған ағамыздың Аспан баспасынан. Енді соны таныстырылымын өткізуіміз керек бұйыртса. Сәлем, Гүлжанат. Рахмет. Өзіңе де қабыл болсын. Рахмет, бақыт. Шап дейді. Әуде дейді, сізді бір көрсем ой дейді. Өскеменге Құдай қаласа, ертең бізде 1 март Глубокой ауданында концерт, сосын Риддер, сосын Өскемен, одан кейін Семей қаласында бұйыртса. Содан кейін барып Қаскелеңге келеміз бұйыртса. Семейге бізден де сәлем. Жаңарқаға сәлем бізден. Жаным, бауырымды айтыңызшы дейді. Сол Сәтбаевқа жете алмай жүрміз. Маусым айында болатын шығар деп ойлаймын. Алла қаласа. Қауым жақсы, ниет сәлем. Рахмет. Менің бауырым сөз қандай еді оны. Мен көптен бері айтпаған әннің сөздерін ұмытып қалатын болыппын. Рахмет. Қандай кітап оқыдыңыз дейді. Жаңа көрсеттім. Өскеменде концертіңіз тосып отырмыз дейді. Алла қаласа. Әбжаппар Әлқожадан жаңа күтудеміз дейді. Рахмет, Ержан. Рахмет, Қарагөз. Өскеменге сәлем, Қостанайға сәлем. Тілектеріңізге көп рахмет. Сәтбаев сізді сағынып жатыр дейді. Рахмет. Талса да өмір мен кешкен мөлдір таза мезет қаншама өмір жанымда бақпенен сор кезек болса да мен сені сүйемін алдымнан мұнартып шақырдалам шарыққа күнә қой жақындамау әлі де сөнбеуге хақым бар-ау мен сені сүйемін берерін білмеймін әлі ертеңнің өткеннің үзігін әрең тердім сонда да келеді тағы өртенгім мен сені сүйемін мен сені сүйемін өмір жеткенде бір бекке құлап қалсам да бойдағы қайта тұрар қуатталсаң да өмір
сүйемін. Алдымнан мұнартып шақырдалып, жарыққа күнә қой жақындамап, әлі де сүндіге қақым барау, мен сені сүйемін. Берерін білмеймін әлі ертеңнің, өткеннің өзігін әрең тердім. Сонда да келеді тағы өртенгім, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін. Өмір күз болып салды мәнін сағыныштардың. Өмір әппақ қар болып кейде алып ұшқаннан. Өмір көктемдей саған бірақ әлі құштармын, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін. Алдымнан артып шақырдалау, жарыққа күнә қой жақындамау, әлі де сүндіге хақым барау, мен сені сүйемін. Берерін білмеймін әлі ертеңнің, өткеннің өзігін әрең тердім. Сонда да келеді тағы өртенгім, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін. Даусым шықты да Ақпатша деп. Өзім қорқып эфирге шығып едім. Даусым шыға ма екен, шықпай ма екен, ертең концерт не болады екен деп. Адамның бәрі де көңіл күйіне байланысты сияқты. Көңіл күй дұрыс болса, бәрі де реттелетін сияқты. Мен 20-20-дамын. Байқоңырға бізден сәлем. Рахмет, Алишер. Жүрек назы. Уағалейкум ассалам. Жұмажанова. Италияға бір қалыңдық тауып беру керек болып тұр. Шықо Ридзер қаласы асыға күтудеміз дейді. Ой, рахмет, Алла қаласа. Тағы да бір ән болса, сіздің әндеріңіз. Әу деп ән салыңызшы өтініш дейді. Әрине мүмкін. Ол қай жақта? Достарбеков дей ма? Достарбеков. Қай жерде балаңыз? Марат Жолдиев, сәлем. Бір ән айтып беріңізші дейді. Сен сыйлаған орамал әні керемет. Ағадырдан сәлем. Ағадырды сағындық бармағалы көп болды. Кеше суық алған ба? Денені суық алса да қиын болады екен, е? Жаным, бауырым. Шымғалаға сәлем бізден. Рахмет. Қарағанды Шет ауданынан сәлем дейді. Рахмет, тілек. Қазір ғана мен сені сүйемін айттым. Алла қаласа, ертең, ертең түсте самолет. Глубокийдан бастаймыз ертең бұйыртса. Мен сыйға тартқан орамал. Концертіңізге дайын отырмыз дейді. Алла күш қуат берсін, сәтін салсын. Роза қалайсың деп жазыңызшы дейді. Менің есіміме ұқсас Розаға сәлем. Рахмет, сәттілік серіңіз болсын дейді. Нұрғали, сәлем. Марат таныдым. Сәлем, әдем, келіншек дейді. Сәлема, рахмет. Балқашқа сол маусым айында баратын шығармыз. Ақтауға
былтыр жылдың соңында барғанбыз. Есікті аш деп айта салшы. Еларс естіп отыр ма? Екібастан сәлем дейді. Екібастызға бізден де сәлем. Құдай қаласа Жанар Альдиева дейді. Өскеменге барамыз бұйыртса. Семейге 4 күні бұйыртса. Алакөлге сәлем. Павлодар Екібастызға Жетісайдан сәлем дейді. Жетісайға бізден де сәлем. Астанаға сәлем. Күшті осы прямой эфирлеріңіз дейді. Рахмет, мен Жаңарханның қызымын дейді. Рахмет, Айгерім Дүйсеева. Роза Піше, Әбжаппардың көкпар жайлы айтып өтсің дейді. Енді көкпар, бізде бата көкпар деген бар. Ол елдің батасын алу үшін жасалады. Ол жерде Әбжаппар өзі қалтасынан 10 миллион тікті. Достары әлеумет қосылып 9 ба 11 ма көлік тікті. Халыққа берілетін не ғой? Бата алу үшін. Бір мезгілде мысалы 10 мың адам, 30 мың адам, 40 мың адам бата беру деген көпшіліктің тілегін қабыл етеді ғой Алла тағала. Сондықтан көбісі көкпар беретін сол. Енді ол көкпар деген нәрсе оңтүстікте жақсы таралған. Басқа жақтарда бәйге. Рахмет. Кім келді? Болмыс деген өлеңді оқып берейін. Қыран ғұмыр бұйырған құндағымда, қанат бәлкім қатаяр мұң барында. Тіле алмасам несән бар тұмсығымда, бүре алмасам неғын бар тырнағымда. Бөр азығын сайлаған сайын дала, еге болып ертеңін уайымдама. Тәңір ғана жарылқар түз тағысын, итаяқпен қарғабау дайындама. Сөз қосалмай тосылсаң ой шоғырға, қамшы салма, тұлпарды ойша дұрма. Асаулыққа көнбесең құрық салма, айналдырма жүйрікті қой шоғырға. Бере алмадың арыма лайық баға, ғарыш қызын өзгертер ғайып қана. Бармады деп алдыңа кінәлама, жаймады деп Аллахан айыптама. Қайыр сұрай алмасам қаралама, дәру керек дау көрген данаға да. Жаза алмасаң жарамды тұзға салма, ұға алмасаң жанымды жаралама. Өз азабым өзімде, өз мұңымда, мейлі мендік күйреген кезді ұғынба. Өткір кездік сатылар өз құнында, торғын көйлек сатылмас өз құнында. Еркелігім мен елден ерек қылған, еркіндігім болған соң бөлек тұлғам. Сыналғанда сынаған жандар азба, дәл дүршкі онсыз да дерек қуған. Биіксің ғой бос сөзге бой алдырма, дандай ыстып дайынға даяр қылма. Бөрімін ғой жарасын жалап жазар, тәңір берер тәубемен тояр құлға. Алла қаласа тағы да ескертіп өтейін. 17 мамыр күні Қазақстан Жазушылар одағында Керағыс кітабының таныстырылымы өтеді. Басқа тірлік жоқ па дейді. Маған айтасыз ба? Сізде де басқа тірлік жоқ шығар, мен қарап отырмын. Ән айтайық, сұрақтарды оқып бересің бе, Патша? Үлгермей қалып отырмын.
Biz тамақ жемеген, ішіп келе жатырмын. Алдынан қарап қарайын ба? Қандай керемет дейді. Өзбекстаннан сәлем. Эфирде тұрмын. Аха. Даусымды ашып, ертең концерттің. Нормально, пока. Ben айтып отырмын. Роза деген әніңізді айтыңызшы, рахмет, алдын ала Жезқазған қаласы дейді. Назгүл. Тамақ ішесің бе? Дауысыңыз ешқашан қарлықпасын. Шабытыңыз әрқашан шарықтасын. Көрерменнің ақ батасына кенеліп, әндерімді тыңдаудан жалықтырмасын. Жаңарқам әнін сұрасам болады ма? Сағындым сені деген әнді айтыңызшы. Жанберді ауылынан сәлем. Концертіңіз қай жақта болады дейді. Шығыста болады концерт. Өскеменде, Ридерде, Семейде, сосын Қаскелеңде берсем. Өскемен сәлем, 3 мамыр келесі бе? Я берсе келеді. Қалайсыз, аман есенсіз бе? Монғолияға келмейсіз бе дейді. Монғолияға Құдай қаласа бару керек еді. Орасан қызы менің қайынсіңлім сәлем дейді. Жеңешеме сәлем. Ажар Кәусарға бір бата беріңізші дейді. Ажар Кәусар деген аты рахмет, Петропавлда кеш керемет өтті дейді. Атына лайық керемет қыз болсын, арманыңыздағыдай халықтың қызы болсын, маңдайының бағы беселі қыз болсын. Ән салған қырларында ауылым жүре жайылбай халымның жырларында алыстан қол бұлғап биігі ақселеудің қайраттай дарабоз дарындар жүр жалында жанымның мекені жаңарқа, әнімнің мекені жаңарқа, сағынып жетемін жаңарқа, жаңарқа. Өзіңсіз сәндемес сарыарқа, сандуғаш сұңғыла сұңқарда бір өзіңде дәстүрді дәріптеу жұртымның үлесінде төлеген жырлармен ой жетер талай ару аман жол серінің әуені жүресімде жанымның мекені жаңарқа, әнімнің мекені жаңарқа, сағынып жетемін жаңарқа, жаңарқа. Өзіңсіз сәндемес сарыарқа, ерландар әуезді ән салған жер қара
рахат бала боп ән салса тамсанған бел, бояны шапанмен ат беріп сый тартқан жер, жояны жаныңды тербетіп үй тартқан жер, жанымның мекені жаңарқа, әлімнің мекені жаңарқа, сағынып жетемін жаңарқа, жаңарқа. Сәкемнің мекені жаңарқа, әкемнің мекені жаңарқа, сағынып жетемін жаңарқа, жаңарқа. Өзіңсіз сәндемес сарыарқа, жанымның мекені-ау жаңарқа. Шардара ауданына қашан келесіз дейді. Шардара білмедім. Қалай суретке түсеміз концертте дейді. Концерттен кейін мен 1 сағат суретке арнайын. Барлық концертте солай. Бірақ Семейде ғана осы жолы бірінші концерттен кейін суретке түспейтін шығармыз, өйткені екі концерт екен. Сондықтан сендер қожасыңдар ма, тазағанды арапсыңдар ма дейді. Қожамыз біз. Менің атам Қорасан ата Абджалил баб. Қожа Ахмет Яссауидің атасы 7-ші ғасырдың аяғында келген қазақ еліне. Ол кезде қазақ деген мемлекет әлі құрылмаған кез. Жалпы қазақ өзі бертінде әртүрлі рудан, тайпадан құрылған болса, соның бір оғын қадаған менің атам. Сондықтан мен қазақтан бөліп атайтын ештеңесі жоқ. Арапқа ешқандай қатысым жоқ. Түбінде сол жақтан келген шығармыз, дін тарату мақсатында. Ал бірақ дәл қазір бір қазақтың баласы мендей сүйсін, елін мендей жақсы көрсін. Рахмет. Алыс кетем деп ойладым оғанша, мұң шақырар жан күйрек боп алса, хақым бар ма қайта көктеп гүлдеуге 18-імні сөрлетіп оралса, жүрген кезде мың сүрініп жүз жылап, жұбатқан тек ақ жауын мен күзгі бақ, күңгірт күнде күрең тартып жүргенде білмегенем қалғанымды сіз күнап. Жан демдебең жойқын жылдар жанышқан, жаңғырудан жаралғанды жаңа ұстам, екеумізді жолықтырған түн жомарт, екеумізді қосқан жолдар данышпан. Ізгі тілектеріңізге көп-көп рахмет. Нұрсұлтан, сәлем, жолда келе жатсың ба? Рахмет, Жаңабай. Аумен, рахмет. Айналғанда айнала аямауға, адам іздеп аруға тең асыға, бердім алла лайық деп аялауға, азаматтың болған соң ең асылы. Жетегіне ере алмай жанашырдың, сорлы басты қайтейін қашқан бақтан, сорғыдықтан кете алмай аласұрдым, бақ болса да байқаусыз басқан қақпан. Күннен көрдім махаббат мейіріммен, гүлдің басын соншама етінін, сенен көрдім ең қамқор пейіліңнен, Құдайдың мені сонша сүйетінін. Ән айтыңыз дейді Молдашева. Молдашева Сандуғаш емес па мынау? Гитарам жоқ. Гитарам Шымкентте өткенде концертпен барғанда сол жақта қалған болатын. Тағы бір өлең оқып беріңізші дейді. Міне арабша тұстар дейді. Арабша тұстарды көріп отырсыз ба? Аманжол Әлтаевқа арналған өлеңді оқып берейін, Жаңарқадан деп жатыр ғой.
сұлу саз тапсаң сөздің семізінде, тектілік ол адамның негізінде. Тағдырың өз айтарың болу қажет өнердің жүру үшін теңізінде. Дертің бар, болды соған сертің лайық. Хақ сомдаған бар мекен көркіңді айып. Көргеніңді білеміз көп ішінде, түйгеніңді тамсана кел тыңдайық. Жақсы жерде жол жүрдің жақсылармен, оңашада сырластың жоқ сыңармен. Баз кешіп кеткің келіп ақырғанда бас тартқызбай баурадау бақсы дәурен. Сұлу етіп берген соң сөз ғұмырда, сұлу кейпін ертерек көз келінді, осынша өлең жиып өмір көріп, қасымша айтып жүрсің өз жырыңды. Әзаға әздек болмыс ғазаларда, жан тапқан жырда біліп жазаларға. Көп әнші сендей даусын созалар ма, көп ақын сендей тұнық жазалар ма. Әуезің сарарханың самалындай, әлемің отырардың қамалындай. Әз жырың әзиздердің аманаты, айтысың әсеттердің амалындай. Енді мұңның жетпесін саған қолы, тек шалқытсын тағдырдың тарам жолы. Дәстүр діні дем берген діңгегіне, қазақтың дәл өзіндей аман жолы. Кітаптың авторы Розалы Қожа деген кісі. Қызым Ақпатша деген қызым. Моңғолия Улан Батыр жеріне бізден сәлем. Мен рахмет. Өзбекстандағы тыңдармандарға ұйымдастырып көрейік, егер болып жатса. Алла қаласа 4 мамыр Семейге барамыз бұйыртса. Атырауда қыста берген концертіңіз жақсы. Рахмет. Асқабиев Жандос, сен Алматыда жүріп жете алмай жүрсің. Қазаға қалайша мазалайын, жан жерге малынып, таңсылап тағы үміт, тағдырға бағынып, уақыттан жанылып, аспанға аңырып, бір жүрек өтеді сіздің. Жерге малынып, таңсылап тағы үміт, тағдырға бағынып, уақыттан жаңылып, аспанға аңырып, бір жүрек күтеді сағынып, әлімді әнім білсін дедің бе сағындыршын, жапырақ жабырқатсын, сары күз сабылдырсын. Жан жерге малынып, таңсылап тағы үміт, тағдырға бағынып, уақыттан жаңылып, аспанға аңырып, бір жүрек күтеді сізді аңсап сағынып. Жан жерге малынып, таңсылап тағы үміт, тағдырға бағынып, уақыттан жаңылып, аспанға аңырып, бір жүрек күтеді сағынып, бір жүрек күтеді сізді аңсап сағынып. Алла қаласа, енді біздегі жоспар осы
концерттер, қай жерге концертке шақырады, сол жерде концерттерде ән салу, қайта қосып бәйтерек сұрап отыр еді. Әкешім пана болған биік шыңым, үйреткен мұны өмірдің барлық сырын. Жер бетін кезгеніммен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты сезбедім мен. Жер бетін кезгеніммен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Анашым ақ сүт беріп мәпелеген, кешірген көп кетсе де қателенен. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін, бақытқа балағаны. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін, бақытқа балағаны. Сендердің арқаларың жүргеніміз, алаңсыз бұл өмірде күлгеніміз. Менің қос бәйтерегім, сендерсіз қайтер едім. Әрқашан бірге болсаң, түгел ғой бар керегім. Менің қос бәйтерегім, сендерсіз қайтер едім. Әрқашан бірге болсаң, түгел ғой бар керегім. Жыламаңыз деген емес, кім жылап отыр? Тамағым ауырып отқаны рас, ешкім жылап отқан жоқ, құрсын. Келсін келмесін әйтеуір жаза беру мақсат ау деймін біреулер. Дарияға дейін жыламаңыз деп жазған ба? Фан-клубтағы Дария ма? Қызығы. Жылап отқан жоқ, мен тамағым ауырған. Тамағым жазылып келе жатыр. Біз жоқта өзі қобыз шертеді екен ғой дейді. Ол нағыл деген сөз. Алматик сіздің сұрауыңызбен емес пе? Қос бәйтеректі айтып отқан не өлең деген қалай кетті? Ауырып тұрған сияқты, аллергия дей ма? Қырсын басынан айттым ғой, тамағым ауырып тұр деп. Шетінімен ауырдым, температура болдым. Бірақ ертең концерт, сондықтан жазылайын деп бүгін орнымнан тұрып. Я. Есімім ауысты. Қайтадан Ерлан деген жігіт, Ақтаудың жігіті қайтарып берді. Даусым енді кішкене ауырып тұрғасын өзгерген шығар. Құдай жылап отқан жоқпын, Құдай сақтасын, Құдай жылатпасын. Өзбекстан туралы не айтам енді? Ақпатшамды айтып беріңізші дейді. Сол Гүлмира ойлап отырмын, ән айтып даусымды ашып алсам, ертең концертте Құдай қаласа тағы да ашылады шығар деп. Өкіске келің дейді. Я, түсіндім, Дария.
керемет, маған жағып жатыр дейді. Рахмет. Көңілді түсірмең дейді. Ән айтып жатқан кезде біреу көңіліне жақпайтын бірдеңе жазса, айта алмай қаласың. Қоя қойшы, Алматик. Сен тілегіңді орындап отыратын уақыт жоқ. Өзі адам сөздің құрбаны ғой. Жақсы сөз болса, адам жадырап, көңіл күй көтеріліп, алға қарай ұмтылады да. Кейбір адамдар болады, өзі бейшарадан біреуді оңдыра ма? Сүйегі сорлағаннан сый күтпейсің. Ол қанында жоқ нәрсені саған бере алмайды. Рахмет, Құралай. Рахмет. Адам кейде түрлі адамдардан шаршайды ғой, сондай кезде. Суықтап қалдым ба, әлде қызыммен бірге жүр, қызымнан жұқты ма? Енді үйде бір адам ауырса бәрі ауырады ғой. Бетперде деген өлең, 200 адамдарға арналған өлең. Қиялында жасап алып сан күнә, періште боп біреу келді алдыма. Қажет болса қамқор болар шендеге, майысып мәймөңкілер малдыға. Айтатыны басқа біреу сүйгені, тұратыны өзге біреу үйдегі. Бірақ сондай таза болып көрініп қосат жеккен күтіп жүрер күймені. Күтетіні еңселі ер байманап, жары болсам дейді соның айға бақ. Сөйте тұра ар туралы айтады ол, шаттығыма қатыссыз деп шайтамақ. Танып алып сан бетперде ішінен әрбір сөзін екіше беске түсірем. Бұл өмірде адамдар бар айтқаны, дәл өзінің сәйкес келмес ісімен. Халықтың да айнасыз ғой дейді, сонымен беу шіркінай дейді. Сізден сұрайын деп, Алла разылығы үшін айтыңызшы, ініңізде Өзбекстанға апарып емдеп жазылып, соны қалай апарсақ, больницаның аты қалай? Мен білмейді екем ол больницаның атын, бірақ Ташкентте емделген, ол рас. Өмір өзен әні жүрегіме жағады дейді. Рахмет, сумки алик шум. Қарагөз, сіз бұрын орындап шығып едіңіз ғой. Мен де солай ойлаймын, Құралай. Ұнатпаған адам несі бар? Жалпы бақытсыз адамдар деп ойлаймын. Етпесе жақтырмаған адам жаба салмай ма парақшаны алып. Оны алып, жазып отыр демек. Не істеп тұр ғой, жаңағыдай. Біреуді жаралақысы келсе демек өзі жаралы болып тұр ғой. Енді концертте домбырамен айтам, домбырамен де, гитарамен де, қай концертте болсын.
да өте шықтау күз дегенің. Сен мені неге жаным іздемедің? Шөлдегі аралдайсың, келем деп неге алдайсың? Сыңарым бола алмайсың, оралмайсың. Сезімді суытпаған аңсадым құрып хәлім, жаныма баттау мені ұмытқаным. Сезімді суытпаған аңсадым құрып хәлім, жаныма баттау мені ұмытқаным. Көңілден айтыңыз дей ма? Жайлап айтып отырмын, байқадыңыздар ғой. Қатты айқайлап кетемін айтырмын ғой. Өзім осыған қуанып отырмын өзі. Алла қаласа дәрия. Көзіңізді қатты ойнаттыңыз олаңдап дейді. Қызым отыр ар жақта соған. Құдай сақтасын. Уақыт бөліп отырсаң неше түрлі адамдар. Мына жағымда Ақпатша деген қызым отыр, мына жағымда Ясина деген қызым отыр, сіздерден де бөлек. Рахмет. Оқи алмай жатырмын аты жөніңізді. Айт мерекесі Құдай қаласа келе жатыр, өздеріңізге де құтты болсын. Жанарыңнан от шарқ еткен кезде, сүйсіне қарап әндеткен кезде, сен менің бағым, сен менің барым, бақтап алмаспын өмірден өзге, өзіңнен өзге. Ақтаным менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдедің. Өзіме ғана жарасып туған әппағым менің, ей әппағым менің. Қуаныш кернеп бойымды шіркін, қанадым жаным ойымның кілтін. Мұңды жылдарда ұмыттырады өзіңмен өткен көңілді бір күн, көңілді бір күн. Ақтаным менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдедің. Өзіме ғана жарасып туған әппағым менің, ей әппағым менің. Аппағым менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдедің. Өзіме ғана жарасып туған әппағым менің, ей әппағым менің. Бір ән айтайық, сонымен эфирді жабайық, иә? Рахмет, Зылиха дейді, Шыршық қаласынан. Өте қуаныштымыз. Алыс жақындағы шетелден қазақтар қарайтынын білеміз. Рахмет. Сырнайыңның сазығандай
саусақтарың сиқырлы, ән сал құрбым назы балдай, жырмен жаса сүйтірлі, жұмбағы жанның жанарынан жүрегіме күй тұнды, ыстық көлден жеткен әуен ұрлап жүр ұйқымды, ыстық көлден жеткен әуен ұрлап жүр ұйқымды. Ыстық көлде сырғам қалды, сырлар қалды құрбым-ай, салқын самал салған әнді сағынумен жүрмін-ай. Ыстық көлде сырғам қалды, сырлар қалды құрбым-ай, салқын самал салған әнді сағынумен жүрмін-ай. Тотыяйын секілденген көлің қандай әдемі, тотыдайын түлеп түскен өңің қандай әдемі, жаз секілді жайсаң жанның сазы қандай әдемі, саған әлі талай жырлар жазылардай әдемі, саған әлі талай жырлар жазылардай әдемі. Ыстық көлде сырғам қалды, сырлар қалды құрбым-ай, салқын самал салған әнді сағынумен жүрмін-ай. Ыстық көлде сырғам қалды, сырлар қалды құрбым-ай, салқын самал салған әнді сағынумен жүрмін-ай. Ыстық көлде сырғам қалды, сырлар қалды құрбым-ай. Бір жарым сағат болды ойдым, әлде бір сағаттан асты. Біреулер керемет айтып отырсын дейді, біреулер дауыс аллергия ма дейді. Жалпы не болғанда да рахмет баршаңызға, сіздермен жүздестіріп отырған жаратқанға шүкір, өйткені бұның барлығы да Алланың сыйы, әрбір көрген жарықтың өзі, әрбір өткен сәттің өзі бақыт, оны біз бағаламаймыз. Тіпті ауа жұта алмайтын, дем жұта алмайтын адамдар бар, иіс сезбейтін адамдар бар. Оның қасында біз өте бақытты жандармыз. Адам Алла тағала аурудан сақтасын, бәледен, кесірден сақтасын. Менің қызымды ар жақта телевизорда айқайлатып қойып. Ұнамай кетті-ау дейме? Саджай Олегович, бір ән айтып соны аяқтайын. Барын, білдің бе өткенге өкпем барын, бездіріп өмірден жібердің-ау, сездіріп әлі де көктем барын. Қарағым, қарама бұлайсың-ай, шырмаса шын сезім шыдайсың-ай. Мен саған емеспін ешкім білем, ал сен маған ұнайсың, ұнайсың-ай. Қарағым, қарама бұлайсың-ай, шырмаса шын сезім шыдайсың-ай. Мен саған емеспін ешкім білем, ал сен маған ұнайсың, ұнайсың-ай. Жақынмын мен саған, жат емеспін, арбаған сен болдың, ателестің. Құрсаулап қу сезім қоймайды ғой, сенің де келмей ме қателескің. Қарағым, қарама бұлайсың-ай, шырмаса шын сезім шыдайсың-ай. Мен саған емеспін ешкім білем, ал сен маған
мұңайсың ай шырмаса шын сезім шыдайсың білем ал сен маған ұнайсың ұнайсың ал сен маған ұнайсың ұнайсың рахмет рахмет Жетісайға сәлем бізден Шаршы қаласына концертпен баруға бола ма екен? Рахмет бас бармақтарыңызға, тілектеріңізге, оразаларыңыз қабыл болсын. Өте қуаныштымын сіздердің осындай тыңдарманым бар екеніне. Бұл енді өзімізге қажет нәрсе, энергия алмасу деген нәрсе. Сіздердің жақсы лебіздеріңізге бізден ән деген сияқты адам адамға мұқтаж ғой жалпы. Адамның күні адаммен дей ма? Ең бастысы пендеге пенде қылмасын Тәңір. Ал шын мәнінде кез келген нәрсе кері байланыс арқылы қайта толтырылып отырады. Энергия да солай. Жалпы мен концерттерімде адамдарға энергия беріп кетуге тырысамын. Сол Бішкекке концерт қоюға айтқам, негізі ер ұйымдастырып жатса. Концерт қойғым келеді. Өткенде де эфирде айтқам. Қырғыз халқының құрметін көріп жүрміз. Жақында ғана Динара Тілекеева жіберді. Сахна жұлдызы деген төсбелгімен марапаттап жатыр екен. Қырғыз халқына рахмет. Менде де қатып қалып жатыр. Салмай кетсең әніңе сағынар мекен, жырлап кетсем дәл сендей жаңылар мекен. Сендей мені түсінер жан жоқ-ау сірә, мендей сені тыңдаушы табылар мекен. Мендей сені тыңдаушы табылар мекен. До дезден өте алмай, фа дезден кете алмай, до ре ми фа соль ля си, саған жүрмін жете алмай. До ре ми фа соль ля си, саған жүрмін жете алмай. Салған әнің әсерлі әуенді мекен, тыңдағанда машылап сау өрді мекен. Жеті нота жетәріп жүректе сірә, соль кілтіне тағдырың тәуелді мекен. Соль кілтіне тағдырың тәуелді мекен. До дезден өте алмай, фа дезден кете алмай, до ре ми фа соль ля си, саған жүрмін жете алмай. До ре ми фа соль ля си, саған жүрмін жете алмай. Мұңның салған әлегі осындай мекен, муза келсе жаз өлең тосылмай көкен. Канальностың жеткенмен таптырмас әуен, ноталарда сезімсіз қосылмайды екен. Ноталарда сезімсіз қосылмайды екен. Ән менегіз тағдырым, мінезімде бар мұңым. Бас кілтіңді байқада, соль кілтіңді ал күнім. До дезден өте алмай, фа дезден кете алмай. До ре ми фа соль ля си, саған жүрмін жете алмай. До ре ми фа соль ля си, саған жүрмін жете алмай. Рахмет. Енді терме айтыңыз деп, терме айтуға бүгін дауыс ондай қатты келмей тұр. Көріп отырсыздар. Алдағы жолда айтамыз деп ойлаймын. Аман болыңыздар.
оразадан оразаға аман ел жетуге жазсын Алла тағала. Отбасыларыңызға амандық, өздеріңізге бақыт, береке, тек қана қуаныштар көріңіздер. Аман болыңыздар.